Сильвестр Сталлоне жай ғана атақты кино актері емес. Көпшілігі үшін ол тұтас бір дәуірдің бөлігі. Ешқашан қайтарылмайтын уақыттың бір бөлігі десе де болады. Тұтас дәуірдің адамдары оның фильмдерін көріп өсті. Ал Рэмбо мен Рокки сөздері жалпы мағынадағы тұрмыстық сөздерге айналды. Бұл күшті және батыл болып көрінетін адам болмаса, Голливуд таныстырылымы толық болмас еді. Оның әлемге шығу мүмкіндігі біздің көпшілігімізге қарағанда әлде қайда аз болды. Балалықтан келемжеге дейін жол ауыр да азапты болды. Ерік жігері мен қалауының арқасында ғана бүгінде есімі брендке айналған бұл кісінің әңгімесін әрқайсымыз естуіміз керек. 1946 жылы 6 шілдеде Нью-Йоркте Жаклин Сталлоне мен оның күйеуі итальяндық эмигрант қарапайым шаштараз болып жұмыс істеген Фрэнк тұңғыш сәбилерін дүниеге әкеледі. Босану кезі оңай болмады. Акушерлер кішкентай Сильвестрдің дауыс байламаларын зақымдап алады. Соның салдарынан баланың бетінің сол жағы түгелдей сал болып қалады. Сталлоненің әкесі Фрэнк өзінің қатал мінезімен және қатыгездігімен танымал болған. Сондай-ақ ол әйелдердің үлкен әуесқойы болатын. Ал Сильвестр Нью-Йорктегі аты шулы Адовая кухня ауданында дүниеге келгендіктен, әкесі оны бірден интернатқа жібереді. Отбасында артық ауыздың қажеті жоқ еді. Көшеде мұндай есімді баланы тек қиындық күтіп тұрды. Сыртқы келбетіндегі сәл қиық көзді, шығыңқы жоғарғы ерін, итальяндық акцентін балалар мазақ етіп келемеждейтін. Соның арқасында бала көше заңын өте ерте үйренеді. Иә, ол физикалық тұрғыдан әлсіз болды, бірақ ол өзін ренжіткендерді ешқашан кешірмеді. Қиындыққа ұшыраған жас өспірімдерге арналған арнайы мектепте оқып жүргенде, Сильвестр өзін бәріне көрсету үшін әрекет ету керектігін түсінді. Ол спортпен белсенді айналыса бастады. 1967 жылы 20 жастағы актерге Артур Миллердің «Смерть камевояжера» спектаклінде басты рөлді сомдаған үшін қошемет көрсетілді. Жас Сильвестр бұл күнді ұзақ уақыт есінде сақтап қалды. Арада біраз уақыт өтті. Мектепті бітіргеннен кейін Сильвестр өзін әртүрлі қызмет салаларында сынап көруге мәжбүр болды. Ол асханаларда даяршы болып жұмыс істеді. Хайуанаттар бағында арыстандардың астын тазалады. Ақшаға карта ойнады. Бірақ осы уақыт бойы оның басынан актер болғысы келетіні туралы ой кетпеді. Ол көптеген экрандық сынақтарға, студияларға, режиссерлерге барды. Алайда оның алғаны бар болғаны аздаған $. болды. 1969 жылы Сильвестр Нью-Йорктегі кішкентай театрда жүргізуші болып жұмысқа тұрды. Ол ұзақ уақыт бойы аздаған еңбек ақымен өмір сүрді. Кастингтен кастингке дейін саяхаттаған ол Саша Зак есімді жас әрі енді ғана еңбек жолын бастап келе жатқан актрисаны кездестіреді. 1974 жылы 28 желтоқсанда Сильвестр оған үйленіп, ал 1976 жылы оның бірінші баласы дүниеге келеді. Біраз уақыттан кейін ол «Шот» спектаклінде өнер көрсетеді. Ондаған сәтсіз кастингтерден кейін актер көптеген порностудиялардың бірінде тиісті рөлге ұсыныс алады. Фильм сол жылы үлкен экраннан көрсетілді. Бұл итальянский жеребец порнофильмі болатын. Түсірілім үшін $200. Бұл 1,5 сағаттың гонорары болды. Жас актер тиынды тиынға әзер жеткізіп, әйелімен 1 жасар сәбиімен автофургонда біраз уақыт тұрған болатын. 1979 жылы ерлі зайыптылардың Серджо есімді екінші ұлы дүниеге келеді. Өкінішке орай, бала аутизммен ауыратын болады. Өкінішке орай, әйелі Саша мұндай қиындыққа шыдай алмастан, көп ұзамай күйеуін тастап кетті. Біраз уақыттан кейін ол тіпті итін сатуға мәжбүр болды. Себебі оны тамақтандыратын ештеңе болмады. Осылайша Сильвестр қайыршыға айналды. Бірнеше достары мен таныстары оған «Сенің жолың ешқашан болмайды, онымен келісіп, басқалар сияқты өмір сүр» дегенде сан мәрте айтады. Өткен тәжірибесін саралай келе, ол логопедпен кеңесуді шешті.
Сталлоне кастингтерге қатысуды тоқтатпайды. Бірақ оның рөлде жолы болмай, көбінесе ол қосымша рөлдерде жүреді. Сильвестр «Крестного отца» фильмінің бірінші бөліміне кіре алмайды. Ол кезде оның басты рөлі Вуди Алленнің «Бананы» киносындағы секундты эпизод болды. Бірақ оның есімі тіпті титрда да көрсетілмейді. «Большая квартирка» фильмінің түсірілімінде оған ақшамен емес, бірнеше ондаған футболкалармен төлем төленеді. Соңғы ақшасына жазу машинкасын сатып алып, сценарий жазуға отырады. Сталлоне барлығы 16 сценарий жазады, бірақ тек біреуі ғана сәтті шығады. Бір күні теледидардан атақты Мұхаммед Али мен Чак Вектордың жекпе-жек трансляциясын көріп отырып, көзіме оттай басылды. Бір қызға ғашық болып, чемпион атанған боксшы туралы неге фильм түсірмеске деп ойладым. Деп кейін өзі есіне алады. Бұл сценарий небәрі 3 күнде жазылды. Ол өзінің 6 туындысын Universal компаниясына жіберіп, тек күтті. Бақытына орай, бірнеше аптадан кейін оған қоңырау келеді. Компания 6 бірдей сценарийді қабылдамай, 7-шісін қуана қабыл етеді. Содан кейін оның өміріндегі ең үлкен бетбұрыс басталады. Ол сценарий Рокки фильмінің сценарийі болып шықты. Компания оған $15,000 ұсынады, бірақ Сталлоне бас тартады. Сол кезде менің қалтамда $106 ғана болды. Бірақ мен бас тарттым. Мен сценарийді өзімнен $1 сатып алуды ұсынып, бірақ басты рөлді ойнауға рұқсат сұрадым, деп есіне алды бір сұхбатында актер. Келіссөздер нәтижесіз аяқталды. Дәл сол продюсерлер $100,000 ұсынады. Актер тағы да бас тартады. Уақыт өте келе олар сценарий үшін ақша сомасын көбейте береді. Ұсынған сома максимум $250,000 болады. Жағдайды елестетіп көріңізші, сіздің қалтаңызда $100 бар адамсыз. Олар сізге $500 миллион ұсынады. Қазір бұл миллионға тең. Және сізде бірнеше нұсқа бар. Ақшаны алып, бірақ ешкімге белгісіз боласыз. Немесе өз сөзінде тұрып, ештеңеге қол жеткізе алмау. Өйткені бұлай болу мүмкінді еді. Және олар одан бас тартса, біз ол туралы ешқашан білмеген болар едік. Бірақ кейіпкеріміз арманына опасыздық жасаған жоқ. Содан кейін оны тек басты рөл қызықтырды. Кейін Universal компаниясының вице-президенті оған қулық деген лақап ат берді. Ол ұзақ уақыт бойы оның шын есімін ауыстырды. Роккиді түсіру үшін 28 күн және $900,000 қажет болды. Рокки 76 жылдың үздік фильмі атанды. Ол кассада рекордтық $225 миллион жинап, 3 Оскар алды. Сильвестр бір сәтте белгісіз жолы болмайтын адамнан әлемдегі ең танымал актерлердің біріне айналды. Роккидің кеңінен танылуы және кедей боксшы туралы фильмдер сериясының жалғасуы Слайдың өмірін толығымен өзгертті. Кедей адамнан ол миллионерге айналып, Санта-Моникада сәнді үй сатып алды. Бұл керемет жетістік болды. Сол кезде Сильвестр Сталлоне Оскар сыйлығының үздік ер адам рөлі және ең үздік сценарий номинацияларына ұсынылған тарихтағы 3-ші актер болды. Бұған дейін мұны тек Чарли Чаплин мен Орсон Уэллс алған болатын. Осыншама тамаша сценарийді қысқа мерзімде қалай жаза алдыңыз деген сұраққа ол былай жауап берді. Керісінше, бір шығарманы 18 жыл жазып жүргендерге таң қаламын. Мысалы, Мадам Бавари деп жазған жігіт тегі есімде жоқ. Көптеген жылдар өткен соң, бұрын ешкім айтпаған қызықты деректер пайда болды. Олар басты рөлге Джеймс Кан сияқты танымал жұлдызды алғылары келеді. Бірақ Сталлоне айтқаннан тайынбайды. Ол өз тарихымды жаздым. Яғни, онда басты рөлді өзім ойнауым керек дейді. Соңында продюсерлер келіседі. Бірақ фильмнің бюджеті $1 миллион аспайды деген қарсы шарт қояды. Сталлоненің керемет спорттық формасы аңызға айналған. Ол өз денесін өзі мүсіндегенін мақтан тұтады. Сталлоне өзінің кино мансабында оншақты полиция қызметкерлерін ғана емес, сонымен қатар футболшы, победа, альпинист, скалолаз және Формула 1 жарысшысы гонщик рөлін сомдаған. Рокки сенсацияға айналды.
Президент Рейган, егер әрбір адам Рокки Балбоа сияқты сенімді, батыл мен оптимист болса, бізде соғыс болмас еді деген болатын. 1982 жылы Рэмбо «Первая кровь» пайда болады. Жағдай тағы да қайталанды. Сталлоненің сценарийі фильм түсіруге қабылданды. Бірақ олар оған басты рөлді бергісі келмейді. Оның орнына Клинт Иствуд, Стив Маккуин, Аль Пачино, Дастин Хоффман және тіпті Джон Траволта ұсынылды. Бірақ Сталлоне басты рөлді өзі ойнайтын тағы да талап етті. Роккиден айырмашылығы, Рэмбо ешқашан Сильвестр Сталлоненің сүйікті кейіпкері болған емес. Бірақ көпшілік қауым заман талабына сәйкес келетін рухты жаңа кейіпкер талап етті. Ал Слай Вьетнам соғысының ардагері Джон Рэмбоны ойлап тапты. Ол өз атын алманың алуан түрінен алған. Бірақ ресми пресс-релиз басқаша түсіндіруді жөн көреді. Рэмбо сөзі жапон тілінен зорлық деп аударылады. Сценарийдің әртүрлі нұсқаларында Рэмбо өлтірілді немесе өзін өзі өлтірді. Бірақ продюсерлер көтеріңкі және аянышты аяқталуды талап етті. Ал Сталлоне оны олар үшін қамтамасыз етті. Слайдың ең күшті қасиеті жеңіске деген жігері. Ол «Земля полицейских» фильмін түсіру үшін 30 келіге жуық салмақ қосуға мәжбүр болған кезде Сталлоне өзінің мансабын сырттай көміп тастады. Сильвестр Сталлоне «Золотая малина» антижүлдесінің марапаттары мен номинациялары бойынша көшбасшы. Ол өзінің кино мансабында әртүрлі номинациялар бойынша 31 рет ұсынылды. Оның ішінде 10 рет Малина сыйлығын алды. Және 10 жылдықтың 1980 жылдар және 20 ғасырдың ең нашар актері деп танылды. 2016 жылға дейін оған беделін қалпына келтіргені үшін жұбаныш марапаты берілді. Әдетте осыдан кейін ешкім ол жерге оралмас еді. Бірақ Слай әдеттегідей кедей отбасынан шыққан бұл баланың лас көшеде өскені және өз орны үшін күн сайын күрескені бекер емес екенін бәріне кейінірек және іс-әрекетімен дәлелдеді. Оның кез келген басқа А класындағы актерлерге қарағанда сәтсіздіктері мен қиын сәттері көп болды. Бірақ дәл осы себепті Слай әр құлағаннан кейін қайрат тауып, жеңіске қайта баратын өзінің басты кейіпкеріне қайта орала берді. 2010 жылы Сталлоне ескі гвардияны жинап, көрермендерге феноменальды нәрсе Джейсон Стэтхэм, Джет Ли, Дольф Лундгрен және Микки Рурктың актер құрамын біріктірген «Неудержимый» экшн фильмін ұсынды. Сюжет үшін әлем елдерінің бірінде тиранияны жою міндетін алған жалдамалылар отрядының төңірегінде өрбіді. Сталлоне жылдың ең нашар режиссері ретінде «Золотая малинаға» ұсынылғанына қарамастан, фильм жоғары рейтингке ие болды және 3 рет кассада өзін ақтады. Жалпы Слай 3 рет үйленді. 1997 жылдың мамыр айында ол американдық модель Дженнифер Флавинмен шаңырақ көтереді. Ол актердан 22 жас кіші болатын. Үшінші некеден 3 қызы бар. 2012 жылы Сильвестр өте қиын кезеңді бастан өткерді. Оның бірінші некесінен туылған тұңғышы Сейдж атеросклероздан қайтыс болады. Сталлоне ешқашан балаларына қамқорлық жасауды тоқтатқан емес, және олар ештеңеге мұқтаж болмады. Ол нағыз әке сияқты олар үшін ештеңені аямады. Сильвестр Сталлоне әрқашан актер болуды армандаған. Бірақ әлемнің түкпір-түкпірінен келген 100 мыңдаған дарынды жігіттердің арасында оның мүмкіндігі нөлге тең болды. Оның актерлік білімі де, актерлік тәжірибесі де болған жоқ. Оның жүзі мен мимикасы көпшілікті қорқытты. Ол тіпті әйелінен де, ақшадан да негізі қолдауға ие болмады. Бейшара итальяндыққа бұл әлемде ешкім сенбеді. Бірақ ол бүкіл әлемге арман, өз-өзіне сену және еңбек ең үмітсізді де тұлғаға айналдыра алатынын дәлелдеді. Ешқашан берілмеу керек. Әр қайсысымыз көп нәрсеге қабілеттіміз. Егер бұл сізге тым қиын болса, 30 жасында қайыршы болған және бәрі тастап кеткен Слайдың оқиғасын еске түсіріңіз. Достар, осы адам туралы өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіз оған қалай қарайсыз және оның қатысуымен қандай фильмді ұнатасыз? Бүгінге осы. Достар,
қазақ YouTube арнасын қолдап подписаться люпінін басайық.